Менің есімім Нұрғайша. Біз Жаркенттен келдік Алматыға, 2002-де көшіп келдік осы жерге міне. Үй салдық, Ақбұлақта тұрамыз. Жолдасым 73-те. 7 балам бар, 4 қыз 3 ұлым бар. Бәрі орналасты, бәрі үйленді, өздері үйлі баларанды болды. 25 немерем бар, 3 шөберем бар. Алматыға келгелі 8 жыл повар болып істедім. Одан кейін поварлықтан кейін английский мектеп ашылды дегенге сол жерде 5 жылдан артық сол жерде пол жудым. Английский мектепте. Одан 2010 жылы игілік фирмасына кеп, сол жерде комендант болдым. Бір жағынан сол добавочный пол жудым о жерде де. Сонымен 58 жасымда сол жерден пенсияға шықтым. Жолдасым да сол жерде істеді, игілік фирмасында, осы Алматыға келгелі, сол игілік фирмасында істеді. Құрылыста істеді, столяркада істеді. Сол игілік фирмасынан пенсияға шықты. 17 жыл, 18 жылға кетіп баратыр, сахармен ауырады, инвалид 1-ші группа қазір. Үйдеміз. Қазір немере бағып, сол немерелерді қарап үйде отырмыз. Бірінші мен денеме жировик деген нелер пайда болды. Одан кейін қандай отдышка бердім, басым ауыратын. Содан алып, неден рекламат көріп, содан заказ беріп алдырдым да, соны іштім. Бір курсын бітірдім, маған өте жақсы көп пайда берді. Бәрі кетті, қайтып жақсы болдым. Енді қайта тағы ішіңіз дегенге оған жағдайым келмейді, күйеуім ауырып. Сонымен аламай қалдым. Енді қазір біраз жинап ақша енді алып, бір жеті болды, ішіп атқаныма қайталап. Соны енді күйеуіме де айтып жатырмын, екеуміз бірге ішейік енді осыны. Енді басында мен ойламадым оны. Жарнамадан көрдім дағы, енді оның пайдасы бола ма, болмай ма деп. Бірақ бердім да, өзім сеніп бердім енді оған. Сеніп бергеннен кейін маған пайдасы болды. Мен іштім, бір курс лечениясын бітірдім. Жақсы. Енді ол ламифаринді ауырған жерлерім бәрі басылды. Басым ауыратын олып қойды. Жаңағы жировиктер дегенде оны қан ауыстырып, соны қайтады деп еді, одан қайтпады, ламифарин қайтарды. Енді ламифарин пайдасы көп, жақсы, алып ішсе болады. Енді ламифаринға рахмет, оны алып ішу керек, пайдасы көп. Мен енді жан-жақта бала-шағама да бәрін айтып жатырмын, ламифарин алып ішіңдер деп, енді жолдасыма да менімен бірге іш деп жатырмын. Ламифаринға рахмет. Пайдасы бар.